Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамының мемлекеттік грант аясында Біргеміз білім жалпыұлттық жобасы жүзеге асырылуда. Ел жастарының білім білігін арттыруға бағытталған жобаның бір бағыты оқушыларға ағылшын тілін оқытуға арналған. Аталмыш жоба аясында шілденің 7-сі мен тамыз айының 31 аралығында Маңғыстау облысының ауылды елді мекендерінің оқушыларына арналған ағылшын тілі курсы ұйымдастырылды. Курсқа 419 оқушыдан өтінім түсіп, 250 оқушы іріктеліп алынды. Оның ішінде көп балалы отбасылардан 217, асыраушысынан айырылған 14, мүмкіндігі шектеулі 3 және аз қамтылған отбасылардан 16 оқушы қатысты. Оқушылардың тілдік деңгейі анықталып, нәтижесінде 13 элементary тобы, 2 pre-intermediate тобы жасақталды. Курс барысында оқушыларға арналған видео сабақтар түсіріліп, YouTube желісіне жүктелді. Оқушылардың білім алуына өңірлік 15 волонтер оқытушы жұмылдырылып, олар оқушыларға Zoom, Skype қосымшалары арқылы онлайн волонтерлық қызмет көрсетті. Оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын арттыру мақсатында 3 онлайн кездесу ұйымдастырылды. Online English KZ онлайн мектебінің негізін қалаушы Айбек Шегебаев пен Манчестер университетінің магистрі Мақсат Дүйсенбаев, Нұрорда лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Ислам Камашев, Қазақ-Британ техникалық университетінің түлегі, Google компаниясының бағдарламашы инженері Қуаныш Омар оқушылармен кездесуде ағылшын тілін үйренуге қатысты пайдалы кеңестерімен және жетістікке жету жолындағы тәжірибелермен бөлісті. Курсқа қатысқан оқушыларға сертификат табысталды. Сәлеметсіздер, мен Сазанбаева Жанат. Біз Біргеміз жалпыұлттық жобасы аясында ұйымдастырылған ағылшын тілін жетілдіру мақсатында мектеп оқушыларға арналған ағылшын тілі курсында сабақ бердім. Бұл курс тек қана мектеп оқушыларына ғана емес, ұстаздарға да өте пайдасы зор болды. Қашықтан оқытуды үйрену, тәжірибе алмасу және де көптеген материалдарды қысқа мерзімде түсінікті әрі тез жеткізу. Осындай жобаға қатысқаныма алғысым шексіз, және де осындай жобалардың көп болуына тілектеспін. Сәлеметсіздер, мен Амин Сымбат, Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Қырық орта мектеп гимназиясының 7-ші сынып оқушысымын. Мен осы Біргеміз білім ағылшын курсына өзімнің алғысымды айтқым келеді. Себебі осы курс арқылы мен өзімнің ағылшын деңгейімді көтере алдым. Және де қазіргі жастар өзінің ағылшын деңгейін көтеріп алуға бұл өте жақсы мүмкіндік. Сондықтан менің алғысым сіздерге шексіз. Маңғыстау облысы бойынша жобаны жүзеге асырушы Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясы мекемесі.